тек қана ұстаз, немесе тек қана бір имам, тек қана қари деген нәрсе емес. Әрбір мұсылман осындай құрметке, мұсылманның құрметіне лайық. Күндердің бір күнде пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассалам орнында отырады да, жаназа табыты кетіп бара жатқан кезде пайғамбарымыз орнынан тұрады. Қасындағы сахабалар айтады: "Я Расулалла, бұл мұсылман емес, бұл еврейдің адамы, қайтыс болған. Тұрмай қойсаңыз болады, отыра беріңіз" дейді. Ол адам емес па дейді. "Уалақад каррамна бани адама". Алла тағала адам баласын құрметті қылып жаратқан болса, мен адамға қалай құрмет жасамайым? Мен бір орнынан тұрып құрмет жасап қойайын дедім дейді. Ақтық сапары ғой дейді. Бұл жерде біздің ұстанымымыз, құрметті бауырлар, ең бірінші кезекте адамға адам деп қарай білу керекпіз. Адамға мұсылман, кәпір деп емес, адамға адам деп қарай білу керекпіз. Біздің бабаларымыз да соны насихаттап кеткен. Махаббатпен жаратқан адамзатты. Махаббатпен жаратқан адамзатты Алла. Сен де сүй, ол Алланы жаныңнан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Және де хақ жолы осы деп әділетті дейді. Адамзаттың барлығын сүюге шақырып отыр Абай атамыз. Дін де сондай ғой. Анау Құранда Алла тағала айтады: "Я айюханнас", ей адамдар дейді. Анау иман келтіргендер, мұсылмандар, кәпірлер, мұнафиқтар дегендер де бар. Бірақ бұл жерде "Я айюханнас", ей адамдар, "Инна халақнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шууба ва қабайла литаарафу". Сендерді ұлттарға бөлдік, тайпаларға бөлдік, бір-бірлеріңмен бөлініп, қырылып, ұрысып төбелесулеріңіз үшін емес, бәсекелесулеріңіз үшін емес, бәлкім бір-бірлеріңізбен араласып, құраласып, тату-татты өмір сүрулеріңіз үшін. Литаарафу, бір-бірлеріңізді танып білулеріңіз үшін дейді. Аяғында "Инна акрамакум", айттық қой біз, адам құрметке лайық деп. "Инна акрамакум индаллахи атқакум", сендердің ең құрметтілерің Құдайшыл болғандарың, Құдайдан қорыққандарың дейді.